Барлықтарыңыз Арсен ертөстік екен ғой депсіздер ғой. В общем, шынымен сондай болды ғой. Негізі еркекті еркек қылатын мінез ғой. Анау басында кішкентай бөпе болып көрінген бала өзін ұстаумен, сөйлеумен бітті ғой, уже менен үлкен адам болып кетті ғана жерде ше. Бір Uno дейтін ойын ойнап жатқанбыз, сол кезде ол маған сәл бір көмектесіп қалды да, талдым ғой. Господи боже, мереке, о май гад болды ғой мен бәрі ше. Ертесі күні бір жерде жүрміз достарымызбен барлығымыз. И каким-то образом мен соның қасында жүрмін ғой. Білмеймін, ол мен артынан жүр ма, мен оның артынан жүрмін ба. Бір қарасаң Арсен қасында жүрмін. Бұлай жүрсем де и тисе беремін өзінше ше. Біз қыздар дейтін сондаймыз ғой. Біреуесін қазақ тисе береміз. Сонымен ол өзі байқап қойды ма, келді ғой общем маған. Сен мен жақсы болып қалдың ба дейді да. И мен тұр бермей. И чё дедім да. Сөйтсем көрейік давай дейді да. Бітті ғой, мен ең жек көретін сөзім ғой, анау мынау оңбаған мал мені қандай қыз деп ойлап тұр, ишак анау мынау дедім да. Мал, мен сен ойлағандай қыз емеспін, не айтып тұрсың сен деймін ғой ше. Тупая. Сөйтеді анау, сен не айтып тұрсың вообще? Мен саған жүріп көрейік та деп жатырмын дейді да. Бітті ғой, ана ішімдегі мерекелер бар ғой, бүйтіп басымнан да ұшып жатыр. Потолокқа барып бұдыш теттаған төменге түсіп, ана ішім бұлқан-талқан болып жатыр ғой, ше. Сөйтем да, ойбай мереке, давай. Тармай сөйтпей дұрыстап жауап бер, как обычный, андай банальный ғой емес, басқаша жауап берші давай деймін да. Өйстіп айтқан кезіңде бұрынғы қыздарың саған қалай жауап беретін еді деймін да. Сөйтем, ойланып көрейік дейтін дейді. Мен ойланбайды екем, көрсек көрейік давай деймін да, бұрылып кет қалам ғой. Жындымын ба, тентек. Бұрылғаннан кейін кетіп бара жатырмын да. Мезгесе қуасың ба, не істедің қазір ғана деймін. Жынды адам сияқты, екеуміз бір-біріміздің телефонымызды алған да жоқпыз. Дәлші не болады, не қояды. Кеттім болды, ол анерде қалды, блин, вообще прикол же. Бітті!